Сәлем, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Біраздан бері эфирге шықпай кеттім. Енді шығып жатырмын. Қалай жағдайларыңыз? Не жаңалық болып жатыр өздеріңізде? Ертең не дейді тағы да? Ертең энергияның мощный болатын күні дейді. Короче, ертең андай болады екен. Қазір мысалға әрбір циклда энергетикалық мысалы бізде балықсың ба, немесе балықсың, немесе жаңа айтады ғой, жұлдызнама бар ғой, бәріміздің бір жұлдызнамамыз бар. Иә, жұлдызнама барлығында. Былайына қарасаң, жұлдызнамаға қарасаң, сенің характеристикаңа келеді жұлдызнама, да? Бұл нормаль, дұрыс дүние, мен қолдаймын, жұлдызнама кәдімгі келеді, прям топы точно келеді, сенің туған күнің дұрыс болса. Енді қараңыз, әрбір жылда 6 жыл сайын, 3 жыл сайын өздері андай бір, мына жыл балықтардың жылы, мынау суғыштың жылы, мынау мынаның жылы, мынаның жылы дейді. Енді қазір осы ертең 8 августте прям Сатурнның жылы, или Водолейдің, екеуін, ауысатын уақыты келе жатыр. Вот екеуін ауысатыны. Енді қараңыздар, бірақ мен зерттегенде қарасаң, расымен көп адамда депрессия болды осы уақытқа дейін, да, осы именно осы июль и осы августтың осы күнге дейін көбісін басы ауырды, бір уақыттарда көп аварияда көп болып кетті деген сияқты бір дүниелер болды, иә. Қалайсыздар, жақсы, сондай болды. Енді ертең 8 күні прям қайттан энергияны ауысатын переход, энергия бізде қазір былай түсіндірейінші, энергия ауыса береді былай ауысады, балыққа түседі, суғышқа түседі. Прям оны астрологтар, мықты астрологтар оны түсінеді, да, чем переводтап копировать етеміз. Енді сол 8 это мощный дата екен, негізінде энергияны ауысады. Негізі вообще августтен бүкіл айлары өте мықты. Өйткені именно августте ауысады. Мынау 6 айлық отчет тапсырамыз ғой біз, қыстан январдан басталған отчетты біз августтың 15-інде тапсырып бітіруіміз керек полный. Дәл сол сияқты августте прям қатты переход, энергия қатты жұмыс жасайды. Сол сияқты ертең 8 күшті дата деп жатыр. Енді менің сөзім емес, мықты астролог. Қытайларда да ол айтылып жатыр да, мен көбісі Қытайға қараймын. Сондықтан ертең прям көп қиялдаңыздар, көп мақсаттарыңызды жазыңыздар. Дәптерге жазатын ханымдар бар ғой, үзбей дәптер жазамын, дәптерімді жазып отырамын, күнделік арнаймын дейтін. Вот армандарыңызды жазыңыздар, тұзға, суға түсіңіздер, тұзбен шомылыңыздар, түрлі мен беретін ритуалдар бар сіздерге, барлығын беретін. Сол ритуалдарды жасаңыздар. Мысалға сіздер сенбейсіздер. Мен мысалға соңғы немде ритуалды салдым, өзіңе жақсы ер азаматты тарту дедім да, мүмкін сосын сөздің ішіне қараңыздар. Мен мүмкін Алматыдан бір жігіт тауып қалармын деп салдым. Енді қызықты қараңыздар сіздерге айтайын. Сол ритуалды жасайым ғой енді аман есен. И потом Қызылордаға қайтамыз бәріміз бала-шағамызбен қайтамын. Қайта Алматыға келем ғой, мен бала-шағамды тастаймын да Алматыға келем. Енді мен ол ритуал жасағанма бір 10 күн, 15 күн болған кез. Сонымен мен Ыстықкөлге барам ғой. Ыстықкөлге кешке таксимен шығып кетем. Енді қарасаңыздар, сол Ыстықкөлде, индрайвер болады ғой енді. Мен де айтып күлем әлі күнге дейін. Индрайверде просто ол индрайвер, ол такси емес, просто ол кәдімгі органды жұмыс жасайтын адам негізінде. Просто сол күні отпуск болғаннан кейін сол неге жаңағыдай Ыстықкөлдің шекарасы қаяқтайды, соған бару керек болған, өзінің ауылы сояқ екен. Сонымен мен мінем соған. Сонымен біз сөйлесеміз, әңгіме айтамыз. Мен Ыстықкөлге бара жатырмыз. Әңгіме айтамыз. И одан кейін, ол қазір енді сөйлескенмен ол бала маған ғашық болып қапты. Мен ұнатып қалған екен. Мен айттым ғой, кез келген дүние, бұны не айтқым келіп тұр? Кез келген сіздердің жасаған дүние ритуалдарыңыз, ол орындалады. Түсінесіздер ме? Ол орындалады. Жігіт сай. Білмеймін, ол нешелік екен. Ол вроде 8-дік негізінде. Енді мен өмірімдегі адам деп қарап жатқан жоқпын. Просто мен сол ритуалдан кейін именно алматылық. Мен өзім Алматыда қанша жыл тұрсам да ондай кездеспеген ғой. Именно сол ритуалдан кейін сондай адамның жолығып тұрғанына мен айтатым да, атак былай әлі отношениеге былай кіріп сөйлесіп көрген жоқ. Кіріп әлі жігіт ретінде көріп батқан жоқпын. Просто сол ритуалдан кейін. Знаете, қалай? Сіз ритуал деген нәрсе ол ырым да, мысалға. Біз ырым жасаймыз ғой, ырымдаймыз,
ырымдап бісмілләмді айтамыз, ырымдап алыстаймыз. Сол сияқты ритуал да сондай дүние. Хорошо, сондай дүние. Сол себепті ертең 8-і екен, сондықтан 8-іне сол ритуалдарыңызды, ритуалдарыңызды, түрлі ритуалдарыңызды жасаңыздар. Оның барлығы прям четко орындалады. Просто жасаңыздаршы. Мен айтамын да жаса. Өйткені қазір Фатима мен пісіріп беремін, прямойда отыр едім. Өйткені қараңыздар. Энергия қазір қалай жұмыс жасап жатыр? Қазір біз барлығымыз жаппай адамдар 5G энергиясынан өту керек болып жатыр. Измерение. Оны сіздер Луси деген кино бар. Лусидің киносын көрсеңіздер болады. Прям четко отырғыздар да, прям Луси көріңіздер киноны. И потом түсінесіздер, қалай әлем жұмыс жасап жатыр. Қазір біз көбіміз 4G-да тұрмыз. 4G ол переходтағы адамдар. Менің өзім переходтағы адамын. Менің терапияма келіп жатқан адамдардың өзі переходта. Переход деген не сөз? Уже 3G бар, 3G бар, 4G бар, 5G бар, я? 3G. Просто қазір қарсаңызда кесел активтерде 3G деп тұрады. Немесе үлкен қалаға барсаңыз 5G деп тұрады. Ауылдарға барсаңыз 3G-дің өзі қазір айтамын, 3G-дің өзі жаймен тартып тұрады. Сол сияқты ханымдар не себепті бұл кесел центр активтерде ғана 3G, 5G деген оларда ғана емес, әлемдік энергия, прям энергиян заманда ол менің зерттеуім емес. Оны мықты физиктер, Қытайдың да физиктері, бүкіл әлемнің физиктері отырып зерттейді. Қазір біз переходтағы адамдармыз. Егер қазір сізде ақшамен сыналу, қазір сізде проблема, отбасылық проблема, қазір сізде денсаулықпен проблема, уже сондай болып тұр. Это значит, сіз переходта тұрсыз әлі, переход. Значит, переход, мынақта сізге 5G-да үлкен волна, скачок энергия бар да, сіз вау деп ұшып кетесіз да энергиядан. Бірақ сіз 4G-дан сіз жоға 3G-дан шығып жатқан кейін, мына 5G-дің энергиясын сізге көтеру ауыр болады. Сол себепті адамдарды психически ауытқып кететін содан. Түсінбейді өзін не істеп жатқанын. Потому что алапат энергия саған келген кезде сенде бәрі тез орындалып кетеді да. Сенің тез машина алып кетесің, үй алып кетесің, сенің армандарың орындалып жатады, анау жақсы отыр, сен уже түсіне алмай қаласың, не өп кетті деген сияқты. И потом кейде дыра болып қалуы мүмкін. Сол себепті бізде Құдай қазір переходта әкеп тұр. Егер қазір сізде проблема болып тұрса, ақшалай проблема, отбасылық проблема, баламен да, это значит, сізде переходта. Ал 3G-дағы адам, ол переходта емес. Ол түсінбейді, ол өзінің переходта екен. Оған вечно басқа адамдар кінәлі. Ол тұрады сол күйінше, болды, сұрады. Он жұмыс ұнамайды, бірақ ол жұмыста 10 жыл жұмыс жасап жатыр. Оған күйеуі күнде ұрып жатады, бірақ ол дым өзгертпейді оған. Оның денсаулық бычып жатыр, бірақ оны өзгерту үшін бір дәрі ішіп жатқан жоқ. Ол вообще ешнәрсені өзгертуге талпынып жатқан жоқ. Ол қара түс киіп жүрді, азаннан кешке дейін. Болды, ол қара түсті ғана киіп жүр, болды. Это переходта емес, ол 3G-да. Енді қараңыздар, енді қалай дейді? Бұрын 2019-ға дейін дейді да, 19-ға дейін, коронавирусқа дейін, мен ертең осы сөзім бүкіл эксперттер айтады сіздерге. 2019-ға коронавирусқа дейін негізінде дейді да, сондай 3G-дағы адамдар жақсы өмір сүрген. Өмірі вечно біреуді кінәлап жүретіндер, үндемей жүретіндер, көніп жүретіндер, немесе өтірік айтып жүретіндер, именно 2019-ға дейін энергия мощный жұмыс жасаған оларда. Енді 2019-дан кейін әлемде өзгерісіне коронавирус деп қорқыту, негізі это уже переход, энергияны ауысып атқан ғой, энергия ауысады бізде кәдімгідей. Переходта дейді, қазір сен бұлжырап жүрсің ба, сені мына әлем сені көтермейді. Сен бұлжырап, сен таяқ жеп жүрсің бе, сен көтермейді, либо сен өлесің. Сол ұрғаннан басың жарылып, сен өліп кетесің. Просто. Немесе сені прям бычтың шығарып тастайды сені. Немесе сен өтірік айтып, иллюзияда өмір сүріп келдің бе, осы уақытта сенің фарт етін шығарып жатыр қазір. Қарасаңыздар, көптеген блогерлердің, білесіздер ғой, күшті өмірлерін көрсеткен блогерлердің қазір арты ашылып жатқан өздері айтып жатыр да, мен таяқ жеп келгенін айтып жатыр, басқа көптеген, бір ғана адам емес, көптеген шығарып жатыр. Бұрынғы өмірі қалай болды, қазіргі өмірлерінің өтірік екенін. Уже адамдар да уже сене бермейді қазір иллюзияға. Өйткені көзі ашылып жатыр. Бұрын бәрі сенеді, мә күшті дейтін тоғына 2022-ге дейін, 2019-дан 22-ге. Қазір адамдар уже сене бермейді, уже көзі ашылып жатыр. Ненің дұрыс, ненің иллюзия екенін, ненің реальный екенін түсініп жатыр да. Сол сияқты қазір біз сол 3G-дамыз.
сіз қазір 3G-да, біз 3G адам, ал 5G-ға барған адам, ол уже нені түсінеді? Ол адам мен Құдайдың бөлшегімін деп түсінеді уже. 5G-дағы адам, ол Құдайдың бір бөлшегі екен түсінеді. Енді Құдайдың бір бөлшегі адам, екінші адамға ренжи алмайды екен 5G-дағы адам. Түсінесіз ба? Потому что сен бір адамға ренжісің, ол адам да Құдайдың бір бөлшегі. Значит, былай, біз осы уақытқа дейін Алла Тағаладан қорқып келдік, Алла Тағала былай келдік, Құдайдан біз көрген жоқпыз, Құдай қақта екен біз көріп көрген жоқпыз деп келдік қой, бізге солай айтты ғой, үндеме, тыныш жүр, болмайды, анау істесең күнә, мынаны істесең күнә, құлшылығыңды жаса, былай да жаса, былай. На самом деле құлшылық деген тек қана сен намаз оқығаның, құлшылық деген сенің ораза ұстаған емес, сенің итке тамақ бергенің өзі сенің құлшылық, сенің біреудің туалетін бір үйге барып сол үйдің кішкентай болса да посудасын жуып кесіп көмектескеніңнің өзі құлшылық. Сен жаңағыдай бір ресторанға кірдің, и сен туалетке шықтың, сол ресторан, сол туалеттің сен артын жинап кеткенің өзі құлшылық. Сенің далада жүріп мусор теріп, даланы сыпырып жүрген адамдарға көмектескеніңнің өзі құлшылық. Құлшылық тек намазбен шектелмейді. Ал бізде бір сонымен шектеп қойды. Адамдар тек қана намаз оқиды, азынан кешкен сол намазын оқиды, адам ораза ұстайды, мен құлшылық, мен күштімін, ал қалғандарына мән бермеген. Ал енді 5G-дағы адам реальностьті көреді кәдімгідей. 5G-дағы адам қандай дейді? Ол адам әрбір адамнан Құдайды көреді деп. 5G-дағы адам қандай? Ол әрбір адамнан Құдайды көреді. Түсінесіздер ме? Біз Құдайдың бір бөлшегіміз, менің ішімде Құдай бар, сіздің ішіңізде Құдай бар, бәрін. Значит, сен уже басқа адамдарға махаббат көзбен қарай бастайсың. Сен басқа адамдарға махаббат көзбен қарап бастаған кезде сенің айналаң махаббатқа тола бастайды. Ал неге біздің өміріміз қазір хаос бүріп тұрса, сен әлі 3G-да тұрсың. Өйткені сен басқа адамдарға махаббат көзбен қарай алмағандықтан сенің де өмірің болмайды. Махаббат деген сөздің артында тіркесінде Құдай деген сөз бар. Болды. 5G-ға барған өткен, переходтан өткен адам, сен егерде энергиян 5G-ға фықет өскен кезде, сен махаббат энергиясында өмір сүресің. Махаббат энергиясында өмір сүрген екен, мен Құдайдың бір бөлшегім, болды. Менде Құдай бар, болды. Менде Құдай бар. Түсініп тұрсыз ба? Мен 5G-ға өткеннен кейін, мен Балжановадан, Маржаннан Құдайдың бір бөлшегін көрем уже. Ода уже мен махаббат бере алам Маржанға, потому что ол Құдайдың бір бөлшегі. И менің айналамда сол уақытта тек махаббат энергиясы жүреді тек қана. Мен өзі арпалыс энергиясымен емес, көреалмаушылық энергиясымен емес, мен махаббат энергиясында өмір сүрем. 5G деген сон. Сол себепті адамдарды біз қазір Алла Тағала бізді бәрімізді переходқа кеп қойып жатыр. Переход деген несі? Жалғыз қалу. Переход деген жалғыз қалу. Жалғыз қаласың, сенің досың, құрбың жоқ қасында. Сенің подружкаң бұрынғы күнде туса жоқ. Сенің даже күйеуің саған внимание бермейді, дұрыс, сен жалғыз қалдырып қояды үйде бір өзі. Енең саған внимание бермейді, жалғыз қалдырып қояды. Жалғыз қалған кезде адам өзінің боғына қарама-қарсы келеді, іштегі боғына, іштегі сасып жатқан боққа қарама-қарсы келесің, и тұрасың, сол боғымен бірінші жұмыс жасап аласың, и потом переходқа өтесің. Болды. Это нормально. Прям бүкіл курс, қанша курс алып прям реальностьпен айтып берейін сіздерге. Болды. 3G-дан 3G-дан 4G-ға өтесің, 4G-дан 5G-ға өтесің. 5G-ға өткен кезде все, сен уже Құдайдың бөлшегі екен түсінесің. Сен егерде Құдайдың бір бөлшегі екен түсінгенде, сен адамдардан жалынып, жалбарынып жүрмейсің. Сен Құдайдың бір бөлшегі болғанда, сені Құдай тастап кетпейтінін, сені жалғыз жүрмейді екен, жалғыз емес екенді түсінесің. Сен Құдайдың 5G-ға өткеннен кейін сенің әрбір сөзің тез орындалып кететін болады. Сенің әрбір ойлаған тез орындалып кететін болады. Сенің әрбір негативін тез орындалып кететін болады. Түсініп тұрсың ба? 5G-ға өткен адам. Сен волна энергия, сен 3G, елестетіңізші, мынау 3G, мынау 5G.
мынау 5G, мынау 3G. Мынау 3G'де сен мына жерде қорқасың, жыннан қорқып жүрсің, шайтаннан қорқып жүрсің, сен мені біреу дуалап алады деп жүрсің, ойбай, менің энергиям астанды деп жүрсің, мені біреу үйіне тығып бірнеме дейсің, анаған ренжисің, сен уже 3G'дасың. Енді сен 3G'дан сені прям 5G'ға көшіп кете алмайсың, сен уже сенде авария болады просто. Түсінесіз ба, сенің санаңда авария болады, түсінбейді денең сен. Сол сияқты біздер құдай бетті переходқа келеді 4G'ға. 4G'ға келеді. Переходта біз шайқалып жатырық қазір. Түсіне алмай жатырық. Вот күнде жақсы көріп жүрген күйеуің то теріс айналып келеді, то қайтып келеді, то кетіп қалады, то келіп келеді. Бұрында өліп сүйіп күйген подружкаң то жоқ қасында, өзіңмен өзіңсің. Жалғыз өзің қалватсың. Бұрынғыдай туған туыс ағайынға бармайсың. Бұрынғыдай тусовкалардың ешқайсысы қызық емес. Той томалар қызық емес. Вроде саған ешқайсысы қызық емес. Это значит, уж сен переходтасың просто. Енді сол переходтан бізге секіру 5G'ға бару керек. Түсінесің ме? Бірақ 5G'ға барудың өзі өте. Менің өзім, мысалға, мен де пендемін, ізденіп жатқан, білім алып жатқан, қаншама терапия өткізіп отырмын, күнде қаншама әйел 62 жастағы апалардың өзі мен терапиямен, жеке айлық терапиямен өтіп жатыр. Кішкентай оқушыдан ана үлкенге дейін өтіп жатыр, иә. Мен өзім 5G'ға әлі ғана ел кейде ренжіп кетіп қала береді. Ренжімейін десем де ренжіп кетіп қалады, значит мен әлі переходтамын. Мен өзіме әлі переходтамын. Ал 5G это вообще мощная энергия, түсінесіз ме? Вообще мощная. Адамның сөйлеген сөзі, сен когда как будто жұмақта өмір сүріп жүргенде өмір сүріп өткен 5G'да. Вот жұмақта өмір сүргенде. Жұмақ тозақ дейді ғой. Тозақ ол сенің 3G'ң. Тозақ ол сенің 3G'ң расымен. Сен қазір тозақта өмір сүріп жатсың. Сен түсінесіз бе? Сен тозақта 3G'да деген тозақ сатты. Ал мынау жұмағың сенің. Енді мен діни тұрғыда емес, просто былай, сіздер мен діни ұстаз емеспін ғой, просто айтып жатқаным ғой. Сондықтан біз бәріміз переходта 5G'ға өтуіміз керек. Ал 5G'ға өткен адам сен өзіңнің Құдайдың бір бөлшегі екенін түсін. Қазір мен сіздерге айтамын, сен Құдайдың бір бөлшегісің. Ол да адамның бір бөлшегі. Сен Құдай сен ішінде сен бір я деп түсінеміз, но реально біз түсінбейміз, қалай мен Құдайдың бір бөлшегімін дейміз да, уайымға беріп кетеміз, стресске беріп кетеміз. Ана бүйтсе не істеймін, кредит келіп жатыр ғой, не істеймін, ананы келіп жатыр ғой, не істеймін, мынаны не істеймін. Қайтадан біз өзімізге мен деген дүниені мен өзім істеймін, Құдай маған біліп тұр, Құдай көмектесетін, бірақ мен өзім істей берейін деп көшеміз. Сол себепті біз әлі переходта барында тұрамыз. Түсініп тұрсың ба? Адамның полясы энергия солай. Энергия бізге көзге көрінбейді, құрметті ханымдар, но әлемде энергия мощный жүріп жатыр. Ол үшін саған бірнеме істе демеймін, медитация жаса демеймін, былай жаса сананып демеймін. Просто сен қалай өзің қазір сен переходта екенін түсіну керек. Біз қазір мен қанша эфирде онша отырма адам 16 адам уже переходта. Сіздер дайынсыздар 5G'ға өтуге. Бірақ 5G'ға өту үшін мына ескірттің дүниесін жауып кетулеріңіз керек. Түсінесіздер ме? Ренішпен энергиясымен, өткен шақтың энергиясымен 5G'ға өте алмайсыздар. Мен өзім өте алмай жүрген адам, өте алмайсыздар оны. Ал 5G'ға өткен кезде, это вообще жүзіңіз нұрланып бастайды ғой. Жүзіңіз нұрланып бастайды. Мен это қалай түсіндіремін, мен айта алмаймын. Өйткені, мысалы, біздің Қызылорданың өзінде әлі 3G ұстайды. Әлі 5G ұстамайды Қызылорданың өзінде. Алматыға барам 5G ұстайды. Бірақ қарасын, шынымен менің 5G ұстаған кезде менің де энергиям көтеріледі екен, күшті вообще. Сондықтан қазір егер сіз реніште жүрсеңіз, қазір сіз көре алмаушылықта өмір сүріп жатсаңыз, қызғанышта болып тұрса, әлі күнге дейін бауырыңызға дейін қызғаныш сезімде өмір сүріп жатсаңыз, онда ренжімеңіз, сіз әлі 3G'дасыз. Сізге оянып тұрып 5G'ға өту керек. Қалай жасайсыз? Түнде тұрып, күнделікті тұрып жүгіресіз ба, жаттығулар жасайсыз ба, бір өміріңізге бір басқа бір дүниеде өткізесіз ба, өзіңіз білесіз. Болмай жатса, менің жеке терапияма келесіз. И прям өтесіз. Валындан бір түк-түк 2 айдың ішінде өтетін боласыз. Бірақ оңай болмайды, конечно. Терапияда өте қатты адамдар жатады етеді. Мен жаңа эмоцияны бақыла деп отырамын ғой. Сондықтан терапияға келсеңіздер де болады. Бірақтан айтқым келген дүние, энергия ауысып жатыр ма? Сіздің де энергияңыз ауысып отыр. Бұрынғыда қалып қоймаңыз. Бұрынғы қараңыз, артыңызға қараңыз. Бұрынғы өміріңізде 2-3 жыл, 4 жылдағыдай өміріңіз әлі күнге дейін дәл сондай өмір жалғасып тұрса, значит сіз әлі қозғалысқа, сіз әлі переходқа келмейсіз. Сенің или бұрынғы өмірін қарайсың, артқа қараңызшы, просто артқа қараңыз. Қандай болдыңыз сіз 2 жыл бұрын? Дәл осындай состояние жүрдіңіз ба?
2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын қандай состояниеде жүрдіңіз? Дәл осы состояниеде жүрдіңіз ба? 3 жыл бұрын қандай состояниеде жүрдіңіз? Дәл осылай жылап, дәл осылай измена, дәл осылай немесе қарызда, дәл осындай күй қайттан 2 жыл болды. Салмағыңыздың өзі дәл сол салмақ болып тұр ма? Или өзгерді ма бұрынғыдай? Немесе толдыңыз, немесе арыдыңыз? Қандай болып тұр? Егер дәл 2-3 жылдағыдай өміріңіз дәл сондай қайталанса, значит сіз әлі 3 жылда өмір сүріп жатсыз. И одан өмір сүрудің ол просто ертең сізге волна энергия мощный 2026-тан нағыз махаббаттың қазір трансформацияның энергиясы келатыр. Алдан махаббаттың энергиясы келатыр. Мықты, мысалға 9-дық, нағыз 8-дік энергия жұмыс жатыр, қазір 8. Потом 9-дық энергия жұмыс жасайды, 9-дық энергия. Ол кезде вообще көтеру қиын болып қалады. Ол кезде мақсат қою керек болады. Сіз нағыз ренжіп, деп жүргенде сен мақсатына қарай жүру үшін сен қимылдай алмай қаласың. Сол себепті осы бастан сіз артыңызда 2-3 жыл бұрын осындай болған өзгеріс жоқ, көрдіңіз ба? 2-3 жыл бұрын сен дәл осындай халде тұрсаң, сен тірежидасыз, ренжімеңіз. Бек Мұхаммед. Жоқ, мүлдем ештеңе қызықсыз. Енді егер қазір бұрын сіз энергичный болып, қазір энергияңыз жоқ болып, қазір дым қызықсыз, айнала қызықсыз, сіз переходтасыз. Знаешь, переходта. Жаймен өзіңмен жұмыс жасайсың, өзіңмен тұрасың, ішкі отынды оянтасың, өзіңмен шамалы бір уақыт бер өзіңізге, и прям 5 жыл өту керек. Қызықсыз. Егер де сіз алдыңға 2 жыл бұрын дәнде бұндай состояние болмаса, егер 2 жыл бұрында дым қызықсыз энергияңыз жоқ болса, онда сіз әлі тірежидасыз. Я либо барсың, либо жоқсың. Ренжімеңіздер маған. Либо сен тірісің, немесе өліксің. Бірақ зачем бір өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды, әдемі кездеріңізді, жалындаған жастық өмірлеріңізді, энергиям жоқ, дым жоқ, өздеріңізді бүйтіп құрдымға, прям өлімге апарасыздар. Айтады ғой, оны біз 72 жаста жерледік, бірақ ол 25 жасында өліп қалып еді деген сияқты да. Сен не үшін деймін да, не үшін сіздер өздеріңіздің әдемі өмірлеріңізді, Құдай сізге сонша әдемі бір тағдырыңды беріп қойды. Сен шешесің ғой тағдырыңның қалай болатынын, сіз шешесіз ғой тағдырың. Либо сіз шешесіз өлуді, либо сіз шешесіз тірілуді. Ол сіздің қолыңызда ғой. Сіздің қолыңызда ғой. Үйленіп жүріп мен күшті едім, үйленгеннен кейін солдым. Етті өтірік, үйленбей тұрып та сондай болдың, үйленгеннен кейін де дәл солай халде кетіп жатсыз просто. Это иллюзиялық өмір. Егер сіз үйленбей тұрып күшті жалындап, үйленгеннен кейін өшіп қалсаң, тұрсай қайтып аяққа, тұрсаңыздаршы аяққа. Сіз айтасыздар да маған, ой, терапияға келуге ақшам жоқ. Қазір тойға шақырсыншы біреу, барасыз кредитке 60-70 мыңға көйлек аласыз. И ол сен сервантқа сақтап қоясың 60-70 мыңның көйлегін. Қазір бір тойға шақырсыз, ойбай ұят болады, қазір дейсің да бір 40-50 мыңның аяқ киім аласың, потому что 40-50 сондай аяқ киім тұрады қазір. Сондай дүние тұрады. 20-30 сумка аласың, потом жатасың. Неге өздеріңіздің сонша аямайсыздар өздеріңізді? Вот өздерің басқаны аяуға дайынсыздар. Пәленшенің өмірін аяйсыздар. Тиктоктағы адамдардың өмірін аяйсыздар. Біреу зорлап, ұрлап кетсе, оның өмірін аяйсыздар. Но неге өздеріңіздің өмірлеріңізді аямайсыздар? Не үшін? Не үшін өздеріңіздің? Просто сіздің өміріңіз, сіз шешесіз тағдырыңыздың. Болды, Құдай, мен шаршадым, мен болды тұрам, мен бай, бітті, мен өзімен жұмыс жасаймын, өзіме көңіл бөлемін десең, кім кедергі? Кім? Ол жолдасын қызғанып, потому что жолдасыңызға выгодны сондай бишара болып өліп бартқан әйелді ұстап отыру оған выгодны просто. И сізге де выгодны сон. Я болмайды қызғанамын десе, я мағой мені қызғанады, мен дамымаймын деген. Жоқ. Сен бай ете менің қасымда жерленетін, мен өзім кетем ана өмірге. Сіз өзіңіз кетесіз ана өмірге. Сізден басқа ешкім бармайды. Сізді бір өзіңізді жерлет өмірге. Бірақ ана өміріңізде Құдай сізге, мен саған аманат етіп, саған көзіңді бердім, жатырыңды бердім, денеңді бердім, балаңды туғыздым, жұмысты да бердім. Неге сен менің аманатыма қиянат жасадың десем, не айтасыздар сол кезде? Не айтасыздар сол кезде? Жоқ, күйеуім қызғанып еді деп отырасыздар ма? Күйеуімнен сұраңызшы деп отырасыздар ма сол кезде? Күйеуім қызғанып еді, сосын мен өзімді құртып, мен өмірімді сорлатып, өмір сүрдім дейсіздер ме әлде? Не үшін сорлатасыздар? Күйеуге выгодно оған ақша бермеу, потому что нормально, мен қатын ақша сұрамайды, это нормально. Басқа біреуге әйел сұрасыршы, содан тауып береді соған ақшаны.
тауып береді сол әйелге любой ақшаны. Любой измена жасаған еркектің әйелінен келеді маған, күйеуім измена жасады дейді. Я, окей, сен қанша сұрайтын, мен сұрамаймын ақша дейді. Анау ше десе, любовницасы сұрайды екен ақша, оған береді екен, 10 мың теңгеден лақтырады екен, мороженое жейді ақша лақтырады екен. Сен ше, мен сұрамайды екен дейді. Сондай адамдарға өмірлеріңізді қиястырды просто. Не үшін? Не үшін сіздер сонша өздеріңізді аямайсыздар? Айтыңыздаршы. Не үшін сіздер өміріңізді аямайсыздар? Ұрпақ туып отырсын ба? Сол әулеттің ұрпағын туып отырсыздар, сол әулеттің. Сіздің емес ол. Сол әулеттің ұрпағын туып отырсыз. Сол әулетке баласына қарамай ма? Ертең сол өзінің қанына қарамаған үшін ертең прям бумеранг қатып тұрады ондай кісілерді. Сізді емес. Сіз просто ортада тасымалдаушы, жеткізіп беруші болып тұрсыз. Баласына өздері қарасын. Неге өздеріңізді жоқ деп көздерін ашып, яп твою мать, мен өсіп жүргенім, мынау не істеп жүрмін мен сонша өзімді қартайтып неге жібергенмін мен? Не түріңе айна қарап былай? Неге мен бұлай жүрмін мен? Сонша бишара болып кеткем, сонша я шыға алмайым, я жарқырап күле алмайым, я өзімнің не қалайтынымды білмеймін, өзімнің қандай мороженое жегім кеп тұрған мен неге білмей тұрмын деп, неге өздеріңізді аямайсыздар өздеріңізді? Күйеуім қызғанады, бәрібір оған. Сіз өліп қаласыз ба? Өліп қаласыздар ма? Ертең-ақ өмірін жалғасып кетеді. Ертең-ақ өмірлерін жалғастырып кетеді. Любой еркек жалғастырады. Менің көзіммен, мен де женшем өлді, ешкім қайғырып жыладық. Бір апта жыладық, 2 апта. Бітті күйеуі жұмысына кірісті, үйін ремонттап, стяжкасын құйып, үйіне теплопол кіргізіп, сөйтіп жатыр. Ешкім жылап, еңіреп, қабірінің басында отырып жылап жатқан ешкім жоқ. Әйелім өліп қапты, ойбай деп жатқан жоқ. Науқас баламыз бар еді, оны барды емге берді, 3 айлық емге қайтып алады, қайта емге береді, әрқайсысын анаға берді, қызын оқуға берді, өмірін жалғастырып жатыр. Бірақ құрдымға шашып жүрген бұл жерде женшеміз болды. Бала деді, ешқайқа шықпады, бір ауылдан шықпады, жүрсей Алматыға апарайық деген кезде жоқ деп оны сестралар жалынған женшеге. Жүрсей ана баланы ДЦП басын Талсуатқа бере тұр шамалы 1-2 айға. Сосын барда жүрсей Алматыға алып кет, қыдырып қайтайық, ауылдан шықсай шамалы деп тәтелерінің өзінің сестрасы айтқан. Жүрсей әлия барайықта ауылға Алматыға қыдырып қайт, шамалы миыңды демалдыр, ұйықтамайды ғой, өйткені ДЦП баласы бар, ұйықтамайды түнімен, бала ұйықтатпайды кәдімгідей. Жүрсей мал бағып жүрсін, шықсай деген, шықпаған жоқ балалар. Біздің қалаға вообще келмейді, той-томалақ дегенге әйтеуір арасында бір келеді, шықпайды, өзің прям сау жүрген бала, бай бала, өлді де кетті. Өлді де кетті, болды. Артында болды. Түсінесіздер ме? Вот бала да қалды, күйеу де қалды, үй де қалды. Қазір үйін ремонттайды. Ертең біздің ағамыз ұзақ жүрмейді. Менің тәтелерім, мен жалмауыз тәтелерім бар. Оған күшті қатын әкеп қояды, отырғызып қояды. Заңғарада үй таңдырмасын деп. Үй өмір жалғасады. Солай өмір сүргілеріңіз келе ма сонда? Сөйтіп жүргілеріңіз келе ма? Сөйтіп сабырап, неге өздеріңізді аяйсыздар? Сіз, Фатима, қазір қаршы. Сіз мен Инстаграм неде отырайын, прямойда. Сіздер өздеріңізге неге құймайсыздар ақшаны? Неге құймайсыздар? Мен түсіне алмаймын да. Жасасай, өзіңе берсей, өзіңді жарқыратсай, әдейім болып жүрсе, қызғанады. Қызғанмен сіз барып көшеге шығып клубқа бармайсыздар ғой сіздер. Сен үйде отырып өзіңмен занимация ете берсеңші, өзіңізбен. Әйелдің энергиясы мощный соншалықты дейді. Сен дамып бастаған кезде әйел бір қолымен бесікті тербетеді, бір қолымен әлемді тербетеді деген сөз, әйел қаңғырып көшеге кезіп кетеді деген емес. Әйел өзінің энергиясын, баласын тербетіп отырып, өзінің состояниесімен жұмыс жасаса дейді, мына матка деген, Құдай бізге бере салған матка тұр ғой, сол матка деген энергия жоғары көтерген кезде, мына топас байын да көтеріп алады екен солай. Түсінесіздер ме? Сіздің күйіңіз сонша топас, мұқау, нашақор, ішкіш, алғаш болып тұрса да, мына әйелдің энергиясы сонша көтеріп алады екен. Айтпайды оған, ішпе демейді, таста демейді, ойбай дамы демейді. Просто мына әйелдің энергиясы көтереді. Либо бар қылады, либо жоқ қылады. Ал еркек дейді, еркек бірінші дамып кетсе дейді. Еркектің эгоизмі мықты дейді да, еркек
әйелін көтеріп дамытпайды дейді. Жүрсе мен сені дамытайын демейді дейді. Ол өзінен де энергиясы өз сияқты дамыған бүйтіп әйелдерге кетіп қалады екен. Вот измена вот содан пайда болады. Түсінесіздер ме? Ол бүйтеді да әйелін көреді, әйеліне салбырап, былжырап, ақша жоқ қой, мен күйеуім мені қызғанады, поэтому маған ақша бермейді менің күйеуім. Ол мені қызғанады, сосын ақша бермейді, сосын мен отырамын осылай жылап. Кімге ренжірсін, енеме, қайын апама, мен шешеме ренжір, күйеуіме, потому что олар маған ақша бермейді дейді да. Күйеу айтады, сен отыра бер осылай нормально деп. Бүйтіп қарайды, мына жақта соска қыздар шығады. Қазір бәрі соска ғой, қазір бүкіл әйелдер. Енді мен де ажырасқан әйелім ренжімейді. Бақтан бәрі соска болып кеткен, қазір күшті түр деген кетіп қалған, бәрінде ерін. Бәрін көтендері мықты, прям энергия, азанда фитнеске, танысқа барады бүкіл әйелдер қазір, мысалы жалғыз басты. И прям қарайды, и не, біреу табады энергиясы арқылы, все, мощно. Ал жақта әйелі отырады жылап еңіреп. Маған ақша бермейді. Потому что сен өзіңді бағаламайсың, поэтому саған ақша бермейді. Все. Сен қай кезде өзіңді бағалайсың, сол кезде саған ақша береді. И мына әлем де солай жұмыс жасайды. Мына Аллах Құдайдың энергиясы, мына бүкіл әлем, мына вселенная дейікші, әлем дейікші. Сен қай кезде өзіңді бағалаймын, Құдай деп бастаған кезде саған Алла Тағала ақша береді. Жоқ, мен Алла Тағала керек емес, маған Құдай керек емес, мен өзім сорлап қалған болса, сорлап отыра беремін деп, саған Құдай саған ешнәрсе бермейді. Это реально по факту айтайын сіздерге. Сен қай кезде, я все Алла Тағала, мен сонда сен мені өмірге осылай жылау үшін, мен өстіп қартайту үшін алып келдің ба? Мен де жасарғым келеді, мен де тұрғым келеді, мен де өскім келеді десең, Құдай саған мүмкіндік береді. Қалай береді? Ол сенің проблемаң емес. Күйеуіңнің саған көзін бүйтіп бағыш айтып қоя ма? Күйеуіңді бүйтіп саған дуалатып қоя ма? Білмеймін, қалай әйтеуір келеді. А сен отыра бересің осылай, жылап, мен ақша бер, күйеуім мені қызғанады. Онда отыра бер, өмірің солай өтеді. И бір уақытта қалай елуге келгенді білмей қалсын. Бір қарақтан уже 60-қа келгенде уже балаларың өсіп жатады, амал жоқ немере қарайсың, и осылардың немерелерін қарап соң алданасың, сонымен әйтеуір Құдайға шүкір балалардың немересін қарап отырмын ғой деп, и сол немерелермен алданып отырасың. И сол өмір өтеді. И бір уақытта артына қарайсың, и сенде өкініш болады да. Жастық шағым-ай, Дженнифер Лопес сияқты билеуім керек еді, танеге баруым керек еді деген сияқты да. Просто так. Өткені адамның өзгерісі дейді да, сен өткен шаққа қараған кезде былай айтуың керек екен, Құдайға шүкір, бұрынғы өмірімнен қарағанда қазір мен 1000 есе жақсарыппын ғой деу керек. Вот бұрынғы мен қараймын артқа, бұрынғы Гүлжанадан қарағанда қазіргі Гүлжана маған қатты ұнайды. Бұрынғы Гүлжанаға қараймын да, кекештенді, сақауланды, жылады, ауыр болды. Мені бұрыннан оқырмандарым болса, білет қандай болған, бір сөзін айтқан кезде кекештеніп қалу, бәр нәрсе болды. Ұялу, қысылу да, мысалы. И қарасам, бұрынғыдан қарағанда қазір нәтижелі уже. Ал егер де сіз былай артқа қараған кезде бұрынғы өмірің дәл қазіргі өмірің солай жалғасып тұрса, әлі күнге дейін сен сол бүкіл үйдің ауыртпашылығын көтеріп жүрсің, мамаңның да ауыртпашылығы, енеңнің де, балаңның да айтып тұрсаң, значит сен ұйықтап жатсың әлі. Сені либо басынан бір удармен ояту керек, немесе теуіп ояту керек болды. Бірақ тепкен жаман да, тепкен жаман. Ол кезде ауыр оям кетесің, не болып кеттің деген сияқты. Бірақ солай өтеді. Біреу күн, мен Әлімжанова ханым, мен Қоңыраулеге барам, Құдай қараса. Энергиям күшті еді, қазір басылып қалдым дейді. Қазір переходтасыздар. Қанымдар, қазір переходтың заманы, түсінесіздер ма? Өздеріңізде жегіде жемеңіздер. Қазір переходтың заманы, переход деген сіздер, переход деген мүмкіндік сізге. Бұрынғы өткен шақта үзу, бұрынғы өткен шақта реніштерін тастап кету, переход деген бұрынғы сені ренжіткен байыңды бүйтіп, кешірдім емес, реально все ұмыту, қабылдау, ешақты ешак ретінде, малды мал ретінде, наркоманды наркоман ретінде, топасты топас ретінде қабылдау, бұл переход деген, түсінесіз ме? Сол себепті бізге қазір энергиямыз аз, қызықсыз болып тұр, Құдай соған мүмкіндік беріп тұр саған өзіңмен жұмыс жасауға. Сен қызықсыз, сен өзіңмен қалдың, бір кабинетте өзіңмен өзіңсің. Это переход деп называется. И сол переходта сен өзіңмен тұрасың, бүйтіп айнаға қарайсың, өзіңмен тіке жұмыс жасайсың. Мен осындайдан болған екен ғой деп. Менің ішім осынша сасық болып кеткен екен ғой деп. Сен сол сасық болып кеткен ішіңді энергияны тазалайсың, қарайсың да фык ұшасың. Өйткені сенің алдыңда сен армандаған аузыңа Құдай бізге
аузымызға біздің орындалмайтын, біздің қолымыз жетпейтін арманды никак салмайды. Ешқашан біздің арманымыз орындалмайтын, біздің арманымызды орындамайтын сөзді Құдай біздің аузымызға салмайды. Бірақ сол арман орындауға шақ. Мысалы қараңыз, мынау менмін, мынау менің арманым, мына жерде тұр, мынау менің арманым, мынау менің арманым, қалауым, ол мына жерде тұр, мына жерде тұр. Бірақ мынау мен бүйтіп алсам, қолым жетеді да былай. Бірақ мен оны бүйтіп алайын десем, мен қазіргі 3G-дағы мен состояние дайын емес оған. Я алсам, мен оған қуана алмаймын дұрыс. Неме алсам, мен бұны дұрыс бағалай алмай қалуым мүмкін да. Сол себепті бізді переходта тұрады да, мынаны біздің арманымызға жету үшін біздің бұрынғы өткен шағымызбен бүкіл бүйтіп алып фүкіт тастауымыз керек қой, бүйтіп бәрін алып денеміздегі бүкіл нәрсенің бәрін алып фүкіт тастаймыз да, мына арманымызға фүкіт баруымыз керек. Түсінесің ме? Сол кезде бүкіл сенің аузынан түскен армандарыңның бәрі тарс орындалып бастайды. Переходта солай болады өзі. Неме қарызбен, денсаулықпен, отношениемен болады. Сол переход деген сөз өзіңнің проблеманы қашпай, прям қара дейді. Не себепті сен қарыздан құтыла алмай жүрсің? Прям проблеманы қара дейді. Қарау керек бұны. Мен осыдан екен ғой, Не себепті сен отношениеде күйеуіңді езей бересің, бағаламайсың, прям қарау керек. Неге? Өйткені сенің яғни өткен шақта өзіңнің травмаларың бар. Яғни сенің балашақта травмаларың бар. Сол бүкіл травмалармен жұмыс жасайсыздар, переходқа прям жұмыс жасайсыздар да ұшасыздар. Уже поток энергия ашылады уже. Должностың өсіп атады. Машина десем, машинаңды алып атасың. Мынаяқта балаң уже изобилие, бұрын күнде төбелесіп жатқан ұлың мен қызың махаббат энергиясында өмір сүріп атады. Мынаяқта күйеуің ләйліп қаңғып жүрген күйеуің өзіне өзі қайтып кеп, саған жақсы көремін күйеуің. Это уже 5G-ға өтесің. Ал қазір переходтамыз, біз проблема тұр. Мынаяқта кредит, мынаяқта проблема рас екен. Кредиттер, рас салбау, денсаулық, өзімен өзі қызықсыз энергия жоқ, проблеманың ортасында отырсың. Қарағың келмейді да, ана проблемаға тасташ деп. Ал переход наоборот қарау керек. Мен твою мать, мен қарызда жүрмін. Не үшін жүрмін мен қарызда? Значит, менде осындай болып тұрған. Мен вообще топас, менде проблема надо. Не үшін проблема отыр? Мен, значит, осындай топас болған екен. Топас екені прям реально қарайсың өзіңнің сондай екеніне. Прям сонымен жұмыс жасайсың өзіңмен и потом ұшасың. Болды. Это уже переход деп айтады да, бұл түсінесіздер ме? Жылап отыра беретін заман емес, қанымдар. Мен сіздер мен танығалы айтып жатыр, қойыңдар, жылап бермейді, заман емес, ұшырып жібереді. Сон бәрін есеп жасайсыз, потому что бал шақта сен либо сенің ақша шашқаның үшін сені жазалады, немесе сен ақша сен ала алмадың, и сол энергияны сен соны қайтарып жатсың ақша шашып. Біз сол балықта орындалмаған дыраны шашып орындадық та, прям шашқың келіп тұрады. Бірақ неосознанно шашып жатасың, бірақ осознанно түсініп тұрсың, шашпау керек екен. Бірақ неосознанно шаша бересің. Соның бәрін өзімен жұмыс жасаған кезде тоқтайды, оның бәрі тоқтайды кәдімгідей. Мен өзім қанша терапияны өткізіп жүрген адам болғаннан кейін, мен уже түсінемін да, не себепті сенде ақша шашылып жатқан, қарызға барып жатқан, уже түсінесің. Сол себепті ғалымдар менде ұзақ процесте жұмыс жасайтын содан. Өйткені сіз мықты экспертке барыңызшы қазір. Любой бір мықты эксперттің сабағын сатып алыңыз, курсын сатып алыңыз. Сол эксперттің сөздерін мән беріңізші. Ол айтады, мен терапияда жүрмін дейді. 1 жыл болды терапияда жүрмін. Мен терапияда жүргеніме 2 жыл болды дейді. Мен терапиядан шығып келе жатырмын. Мен өзімнің жеке психологыма бардым дейді. Бірақ өзі курс сатып жатады да, бірақ өзі психологқа барып жатады. Ол өзі әлі өзімен жұмыс жасап жатыр да, ол түсініп тұрсыздар ма? Енді сіз түсінсеңіз, сіз оның курсын аласыз ба, әлі сіз өзіңіз сол сияқты терапиядан өткеніңіз дұрыс па? Қайсы дұрыс сізге? Либо сен сол адамның курсын алу дұрыс па? Немесе сен соның терапиясını өтіп жатқан сияқты, сен де элита болып терапиядан өткен дұрыс па? Қайсы дұрыс? Қайсы сіз үшін дұрыс деп ойлайсыз? Курсын алып, тыңдап, Құдайға шүкір кешірім дегенде дұрыс па? Или ол адам сияқты, сіздің экспертіңіз сияқты, сіз де терапиядан өтіп, өзіңізбен прямой терапиямен жұмыс жасағаныңыз дұрыс па? Қайсы выгодны сізге? Қайсы сізді тез жетелік деп ойлайсыз? Ойланып көріңізші. Өйткені қаншама Азамат Исқақовтың өзі айтады, мен психологқа барамын. Ол жылдап барады психологына.
әрбір ай сайын психологтың кабинетіне барып өзімен жұмыс жасап отырады. Азамат искап кітап жазады. Мен қанша мықты маман, ол өзі айтады, мен психологым бар, мен терапияда бармын. Искаковтың сторисін қарап отырсаңыз, ол всегда айтады өзі, мен психологқа барамын дейді. Енді қараңыз, сіз прямой барғаныңыз дұрыс па? Ол өзі мықты эксперттің өзі терапиядан өтіп жатса, ол өзі айтып жатыр, терапиядан барып, психологқа барып айтып жатырса, неге сіз де сол сияқты жұмыс жасамайсыз? Значит, сіз вообще ұшасыз ғой ол кезде. Сол сияқты ғой адамдар. Неге адамдар терапияға барады? Неге? Өйткені переходқа өту керек болып жатыр. Өйткені адам ояну керек болып жатыр. Сондықтан ханымдар, мен сіздерге айтамын, энергия мощный жұмыс жасап жатыр. Былай айтайыншы, болды, жылап, еңіреп отыратын уақыт емес. Жылап отыратын, қайғырып отыратын уақыт емес. Жылап отырсын ба, тұр. Мен не үшін жылап отырмын деп сұрақ қой. Мен не үшін жылай беруім керек? Мен өмірге жаққан кезде ғана сіздің жұлдыздың жаны. Сіз біреудің мұғалімсің ба? Маған керек. Жақсы көресің, болды. Айтам, салауат айтам, истихфар айтам. Сен қалай көріп бастайсың, болды. Оның үйі осы жерде бар, сіздің үшін өзінің құдайы бар. Бәрін жұмыс жасауға, жеке терапия, айлыққа жұмыс жасап. 2 курсым теңге, 20 мың теңге. 20 терапиямен жүріп. Өйткені бір терапия өтесін, келесі тағы да бір терапия сөйтіп алсаңыз болады. Өзіңіз ыңғайыңызға қарайсыз, бірақ контроль өте қиын алу. Сондықтан құрметті ханымдар, құрметті мен сүйкімді ханымдарым,
осы уақытқа дейін менің прокачкамен қатысқан, сабақтарыма қатысқан, терапияма қатысқан ханымдарда ешқандай жаман нәтиже болып жатқан жоқ. Мен оны білем. Бәрінде жақсы нәтиже болып жатыр. Мен қатты таңылмалы болып жатқан жоқпын, өйткені көп прям ойға шықпаймын, көп ютубта жоқпын. Анам жібермейді, өзімді сөйтіп алдым. Сен өзіңнің состояниеңді қазір біліп тұрсың ба? Сенде қазір энергия жоқ, сен қазір шаршап жүрсің, сен қайып кетті, денсаулығың қиын, ауыр жүрсеңіз, өзіңнің диагноз тұр. Сен диагнозын біліп батып атсың, немесе шашып атсың. Шашқың келмейді, бірақ шашып атсың ақшаны. Өзіңіздің диагнозыңызды біліп тұрсыз ба? Ең соны біліп тұрып, менде сондайым бар еді деп жүре бермей керек қой. Өзіңмен жұмыс жасауыңыз. Мен сіздерге сабақ предлагать етіп жатқан жоқпын. Сабаққа кел, осыған емес. Қарасаңызшы, проблемадан қашпай, өзіңнің қарасаңызшы проблемаға. Былай, маған айтты, Гүлжана, сен лоқсың деді. Мен лоқпын дедім. Өзімнің лоқ түріме прямой қараған адам. Мен айттым, мен лоқпын. Лоқ болғаннан кейін тұрым ғой осылай сүмірейіп алдыңызға деген тон. Сорлап тұрған жоқпын ба қазір мен, өйткені мен өзімнің сорлаған түріме прямой қарадым. Сорлап тұрым. 3 балаң бар. Емізулі балаңмен тұрсын. Дыңсың жоқ, үйің қалай жоқ, мен жақсы адам едім негізінде, мен жақсы әйел болған тұғымын, сосын мен тастап кетті күйім деген жоқпын. Мен сорлымын дедім. Сорлы болғаннан кейін тұрмын осылай. Сорлы болғаннан кейін осындай дүниеде на 3G, 4G и 5G, и волна болады. Бәрінде бір волна болады. Негативті. 3G-да адамдар қорқады, жын шайтаннан қорқасын, жын ұрып кетті ма деп қорқасын, суалады деп қорқасын, дуалайды деп қорқасын. Сен жүректе Құдайдың тұрғанында тұр екенін білесің уже. Егерде Құдай өзінің үйін өзі қоршай алады ғой, егер Алла Тағаланың күші бәріне жетпей ма негізінде? Сен уже сол баланы тұрғаннан кейін сен неден қорқасың ол кезде? Қорықпайсың еш нәрседен. Өйткені сенің артында ең үлкен Кришан тұрады да сол кезде. Сен соны түсінесің. Сол сияқты жылап еңіреп тұр. Сен күні тұзбен шая бермейсіз ғой. Тісін ауырып тұрса, стоматологқа барасыз, ақшаңды қиясың, тісін емдетесің, и потом ол тісін қояды. Жаның ауырып тұрма, келесің психологтың алдына, терапиядан өтесің, жаныңды емдейсің, әрі қарай жұмыс жасайсың. Өйткені саған ақша табу керек. Саған алдында үлкен, сен тоқта қалмайсың. Сен уже өсіп атсың. Сен уже тұруың керек. Алда сенің әлі жететін жетістіктерің бар. Жаның алмайсыз ғой, жаным ауырып тұр. Сіздерге эмоция салады, потом қайттан сол состояниеге қайтып кіресіз. Сондықтан өзіңізбен жұмыс жасап, өзіңізді дамытқаныңыз өзіңізге жақсы. Өмірді ешқашан қиындатпаңыздар. Өмірде ешқашан өмірді қиын деп көрсе, өмір қиын. Күнде қап-қанасы құламаш ол. Сайт көкен құлаш шығар. Өмірді қиын деп көрсеңіз, өмір сізге қиын. Өмірді жеңіл деп қарасаңыз, өмір сізге жеңіл. Өмір сізге қалай өмір
көрсе ақша жоқ, ақша мені іші артынан қуалайды десең, ақша сені қуалап жүреді. Қақта жүрсең де клиенттерің жазыла береді. Мен бүгін жазылсам бола ма, мен бүгін жазылсам бола ма, жазыла береді. Түсінесіз ба? Күйеуім жаман десеңіз, күнге сізге көзіңізге жаман бола береді. Енең жаман десең, енең күннен күнге енең жаман болып көріне береді. Айналамдағы адам жаман десеңіз, айналаңызда адамдар күнде сізге қиянат жасайды. Күнде сені ұрлайды, күнде саған қиянат жасайды адам айналаң. Өйткені сен солай программа жүріп тұрсың. Айналам жаман деген. Ал қай уақытта сен жоқ, айналам мен жақсы, махаббат. Мен бұл өмірге махаббат тарату үшін келген адаммын деп қарасаң келсе, Құдай саған соны кімге махаббатты беруің керек, сол адамды сен айнала жақтап қояды. Сен кімге махаббатты беруің керек, сол адамды жағынан қояды. Түсінесіз ба? Бұның өзі саған құлшылық. Діни сөздер айту бойынша. Бұл сен құлшылығың. Мысалы, менің жасап отқаным қазір ол құлшылық сіздерге. Мені отырып, эфирге отырып, шығып, тұршы, ояншы, өмірді қиындатпашы, болды, тасташ, болды, өмірге жеңіл қарашы деп сіздерге айтып отқанымның өзі құлшылық. Өйткені мына жерде 16 адам отыр ма, біреудің жаны жаралады, біреу жылап отырады, біреу күнде біреу ренжіп отыр. Оны біреу күнде тапалап ренжіп жүреді. Сен біреуге ренжіп жүргенін ол адамға қатысы жоқ. Сен біреуге ренжіп жүрсің ба, сен өзіңе ренжіп жүрсің, просто өзіңе ренжіп жүрсің, өзіңізге. Түсінесіз ба? Мен өткені адам өзі шешеді, кімге ренжу керек екенін, кімге ренжімеу керек екенін адам өзі шешеді. Түсінесіз ба? Мысалға мен айтам сізге, Гүлназ, сен лоқсың ба деп айтам да мен. Лоқсың ба, сен Гүлназ деп айтам. Түсінесіз ба? Ренжіп либо Гүлназ маған ренжіп 40 күн жүреді, менімен араласпай, Гүлжана маған лоқсың деп айтты деп. Немесе, ойла, Гүлжана маған лоқсың деп айтты ғой. Қой құрсын, мен лоқпын ба не? Қой, мен өзімді жинап алайын, ертеңде бас тамайын, маған сөйтіп айтты ғой. Жоқ, ол. Либо менің сөзімде ол мотивация ретінде қарайды да. Мына Гүлжана деген ужас. Еще психолог, еще маған лоқ деп айтты депті, мені блокқа тығып, еще мені жоқ болып кетуі мүмкін парақшамнан. Ол өзі шешеді. Түсінесіз ба? А мен просто айттым оған, лоқсың дедім просто. Бірақ не шешетін мен білмеймін Гүлназдың. Мен ренжіп қала ма, мен білмеймін оны. Түсінесіз ба? Сол сияқты сіз қай уақытта жоқ шешімді өзгертесіз, сол уақытта өмір жеңілденеді. Ал терапия сол үшін. Негізінде сол шешімді өзгерту үшін. Өйткені терапияға қатысып жүрген ханымдар біледі, біз қалай шешімді өзгерту үшін жұмыс жасайтынымызды, энергиямызды қалай қайтарып алатынымызды ол терапияда ханымдар біледі. Түсінесіздер ме ханымдар? Сондықтан сіз шешесіз. Күйеуің қызғанып жүр, мені шығармай дейсің, ол сенің шешімін. Сен соның түп санаңда сен қалайсың? Күйеуің саған қызғанып жүргенін, күйеуің сені шығармағанын, сені мыжып бүжіп отқанын, күйеуің сені прям тиран сияқты сорып отқанын, сен өзің қалайсың соны? И сені ол қалауың. И сен қалауыңа қарай өмірің солай. Сен нені қалайсың, өмірің дәл солай. Сен нені қалайсың, өмірің солай жұмыс жасайды. Мысалға, элементарно қарапайым тілмен түсіндірейінші. Сіз тұрасыз, сіздің балаңыз тұрады. Сізден балаңыз жылайды. Мама, сен ұрсасын. Ей, айтсай не керек екенін маған айтшы. Мен алып беремін ғой, айтсай дейсің. Ол айтсай дейді. Осы айтады да, кәмпит алып бер дейді сосын. Сәйдес, жыламай айтсан алып беремін ғой бәрін дейді. Дәл сол сияқты Құдай да бізге сөйтіп айтады ғой. Сіз жылап тұрсыз, жаным ауырып тұр, анан бүйтіп тұр, анау мені бүйтіп жатыр, мынау мені ренжіп жүрмін, энергиям жоқ, шаршап кеттім деп жылап тұрсыз да, былайдан кезде. Былайдан кейін келсе энергетикалық тұрғыда. Ал егер де, Фатима, айтсana, ал егер де тұрып, все, Алла маған көмектес. Мен тұрғым келеді аяққа. Мен былай жүргім келмейді. Мен 40 жыл өмірім и так сорлаумен өмір өтті. 40 жыл өмірім мен біреудің қас-қабағымен өмір сүрдім. 40 жыл бойы мен біреудің сценариймен өмір сүрдім. Мен былай өмір сүргім келмейді, Құдай маған көмектесші десеңіз, Құдай сізге керек адамды жібереді, соған ақшаны береді. Ақша бермей жұмыс жасамайды.
өйткені Құдай саған сол ақшаны берді, сен сол ақшаны бересің ана адамға, сен сол ақша саған жұмыс істеп 200-ін бересің ба, табысың, значит сен емес па? Переводтап беру. Біздің бізде оқытады. Не шығып жатқан
$200,000 деген қазір ақша емес, құпайын негізі 200,000 деген адамға ақша емес. Я біреу үшін ақша көп болуы мүмкін, но былай бүйтіп инфляциямен қарасақ $200,000 ақша емес.
ақтары көтеріледі ғой. Адамдар үйіне ағып бастайды. Шаршап кетті. Осындай деймін.